Құрметті студенттер, автомобиль бөлімшелерін қолдану циклы. Циклның аға оқытушысы подполковник Кашаганов. Құрметті студенттер, бүгінгі біздің өтетін дәріс 6-шы тақырып әскери бөлімдердің парктері. Бірінші сабақ әскери бөлім паркының мақсаты және жалпы құрылымы. Бүгінгі өтетін дәріс 6-шы тақырып бірінші сабақ бойынша қарастыратын 4 оқу сұрағы. Бірінші оқу сұрағы әскери бөлім паркының мақсаты және жалпы құрылысы. Екінші оқу сұрақ парктың элементтерінің мақсаты мен құрылымы. Үшінші оқу сұрағы паркте ішкі қызмет ұйымдастыру, машиналардың шығу және қайту тәртібі. Және төртінші оқу сұрақ парк шаруашылық күні жұмыстарын ұйымдастыру. Сонымен құрметті студенттер, бірінші оқу сұрақ әскери бөлім паркінің мақсаты және жалпы құрылымы. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз автомобиль техникасы бейбіт уақытында жауынгерлік пайдалануға тұрақты, жарамдылықта және дайындықта ұстау әскери бөлімнің жақсы жабдықталған жауынгерлік және доңғалақты машиналар паркінің болуымен, онда нақты ұйымдастырылған ішкі қызметпен қамтамасыз етіледі. Ол дегеніміз осы тұрақта тұрған техниканың бәрі ақаусыз дайын болуға тиісті. Парк бұл қару-жарақты әскери және басқа да техниканы сақтау, тұрақ техникалық қызметін көрсету, жөндеу және жауынгерлік қолдануға дайын болу үшін жабдықталған аумақ. Мына слайдта көріп тұрғандай, осы біздің автомобиль паркінің техникасы осындай жабдықталған парктың ішінде дайындықта болу керек. Орналастыру жағдайларына байланысты парктары тұрақты және далалық болуы мүмкін. Тұрақты парк бөлімдердің казармалық және лагерлік орналасу кезінде және оқу орталықтарында жабдықталынады. Парктың жекеленген элементтері үшін күрделі немесе уақытша үлгіде типтік құрылыстары және нормалар мен табелдерге сәйкес стационарлық парк жабдықтарын пайдалану көзделеді. Ол дегеніміз парктер әскери бөлімнің ішінде және далалық. Далалық дегеніміз ол полигонда, оқу орталығында болады. Парктегі ішкі қызметті Қазақстан Республикасының қарулы күштері мен басқа да әскерлер мен әскери құрылымдарының жалпы әскери жарлығына және автомобиль қызметі жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес бөлім командирі ұйымдастырады. Тұрақты парктер бас жоспарға сәйкес орналастырылады және жабдықталады. Мына слайдта көріп тұрғандай, парк жабдықталғанда парктың қақпадан кіріп, парктың қақпасынан шығатын орналастырылған слайдты көріп тұрсыздар. Тұрақты парктың бас жоспары негізгі құжат болып табылады. Оның негізінде жаңа паркты салу немесе қолда бар паркты жетілдіру, реконструкциялау, парк аумағында ғимараттарды, алаңдарды, парк жолдарын ішінде техникалық құрылыстар мен коммуникациялар салу және жабдықтау жөніндегі мәселелердің барлық кешенді шешіледі. Мына слайдта көріп тұрғандай, көріп тұрсаңыздар, осы құжаттама әскери техникалық парктың кезекшісінің бөлмесінде тұрады. Жергілікті жердің учаскесін және дала паркін, жекеленген элементтерін жабдықтауды айқындау кезінде мүмкіншілікке қосымшама мынандай негіз әскери техник талаптар ескертілуге тиіс. Паркта бөлінген аумақта құрғақ қатты топырақ
және жер асты суларының деңгейі төмен толық профильді машиналарға арналған баспаналарды жабдықтауға мүмкіндік беретін учаскелер болу керек. Сондай-ақ кірме жолдың жеткілікті саны болу керек. Ол дегеніміз не? Парктың, жаңағы далалық парктың машиналардың кіріп шығу жолдарының бәрі құрғақ болу керек және тасты жол болу керек. Екінші оқу сұрағымызда біз бүгін, құрметті студенттер, парк элементтерінің мақсаты мен құрылысына танысамыз. Ол дегеніміз не? Әскери бөлімнің тұрақты паркі жеке элементтерден тұрады. Парктың элементі автомобиль және басқа да техникаларға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және үнемдеу жұмыстарын жүргізуге арналған жабдықталған ғимараттар құрылымы немесе парк аумағына бөлігі деп аталады. Мына слайдта қарап тұрғаныңызда жағар жанармай пункті, машинаны жуу, тазалау, басқа да осы парктың ішіндегі элементтерді пайдаланатын негізгі мақсат деп аталады. Парк бойынша кезекшінің үй жайы парктан негізгі шығатын ғимаратта орналасады. Әдетте бақылау техника пунктінің бастығының бөлмесі, жүргізушілер мен аға машиналардың қозғалысы, қауіпсіздігі және нұсқаулық сыныбы бар. Парк бойынша нарядтың демалу бөлмесі орналасқан. Парк бойынша кезекшінің үй жайында Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің ішкі қызметі жарғысына және автомобиль қызметі жөніндегі нұсқаулықта көзделген жабдықтар, мүкәммалар және құжаттама болуға тиіс. Ол дегеніміз не? Мына слайдта көріп отырғандай, парк кезекшісінің өзінің жеке бөлмесі, бақылау техника пунктінің өзінің бөлмесі және кезекшілікте тұрған нарядтың жаңағы жатып демалу бөлмелері болып бөлінеді. Оның ішінде нұсқаулық кластары болады. Бақылау техникалық пункті парктен шығатын және паркке қайтадан машиналарды техникалық жай-күйін және жол құжаттарын ресімдеу дұрыстығын тексеруге арналған. Онда бақылау техникалық пунктінің бастығына арналған үй жайы және машиналардың техникалық жай-күйін тексеруге арналған алаң бар. Ол дегеніміз не? Бақылау техникалық пунктінің бастығының өзінің бөлмесінде автомобиль техникасы парктен шығып кіретін құжаттамалары болады және өзінің автомобильдің техникасын ақаусыз парктен шығуға арналған тексерілетін өзінің орындары болады. Машиналардың техникалық жай-күйі тексеруге арналған алаң парктың ішінде бақылау техникалық пунктің ғимаратының алдында орналастырылады және TJ жолын анықтау үшін таңбамен машиналарды төменнен қарауға арналған ескада немесе тексеру арығымен және техникалық құжаттамасы бар қалқандармен жабдықталған. Мына өздерің көріп отырғанда, құрметті студенттер, слайдта жаңа өзің автомобиль техникасын шығатын алдында тежегіштің тексерілетін өзінің жаңағы бақылау техникасын пунктінің бастығы осы өздеріңізге көрініп тұрған өзінің алаңында техникалар тексереді парктен шығар алдында. Жанармай құю пункті машиналарға сүзілген жанармай мен майды жабық ағынымен толтыруға арналған. Ол машиналардың бақылау техникалық пунктынан тазалау және жуу пункттеріне қарай жүру жолында орналасады. Өздерің көріп тұрсыңдар, құрметті студенттер. Пункт отын және май құю бағандары мен жанар-жағармай материалдардың шығынын есепке алуды сақтауға және жанармай құю мүмкінділігін сақтауға арналған сыйымдылықтар мен дөңгелекті және шынжыр табанды машиналарды құюға арналған жеке алаңдармен жабдықталады. Жанармай құю бекетінде міндетті түрде өрт сөндіру құралдары, өрт сөндіргіштер мен киіз құм салынған жәшіктер болуға тиіс.
Ол дегенimiz не? Ол дегенimiz жанар жағармай пунктінде өздеріңе жаңағы мен айтып кеткендей өрт сөндіргіш киіз, құм салынған жәшіктер болуға тиіс. Олардың бәрі толып суымен жаңағы от сөндіргіш құралымен жабдықталу керек. Тазалау және жуу пункті. Машиналарды кірден тазартуға, тазалауға, жууға, онымен кептіруге арналған. Ол паркте машиналардың жанармай құю пунктінің машиналарға күнделікті техникалық қызмет көрсету және жөндеу пунктінде алаңына қарай жүру жолында орналастырады. Пунктте кірердің алдында алдын ала тазалау және машиналарды жинау бекеттеріне машиналардың жуу бекеттері мен сүрту және кептіру бекеттері жабдықталған. Өздерің көргендей жағар жанармайдан өткеннен кейін осындай машинаны тазалап жуу кептіру пункттері болады.